Мен Тілекқабылова Жанар, жастар сыбайлас жемқорлыққа қарсы челленджін қабыл алдым. Қазіргі кезде сыбайлас жемқорлық әлемнің кез келген елінде, оның ішінде Қазақстанда әлеуметтік құбылыс ретінде өмірін жалғастырып келеді. Студенттеріміз сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарастарын қалыптастыру мақсатында біздің колледжімізде Парасыток мектебі жұмыс істейді. Парасыток мектебінің басты мақсаты жастарға кездесулер өткізіп, оларға жемқорлыққа қарсы заңнаманы және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдар бойынша шараларды жетілдіру, студенттер арасында заңдылық пен жемқорлыққа қарсы тәртіп орнату, сыбайлас жемқорлық құбылыстарына қарсы әрекет ету білуге тәрбиелеу. Жастардың алған білімдері олардың өмірде туындаған кез келген жемқорлыққа атауымен кездестірмейтініне сенеміз. Жастар сыбайлас жемқорлыққа қарсы. Елдің болашағы жас ұрпақтың қолында.